Армысыздар, құрметті көрермен. Қарағанды облысы Достық үйінің Достық дастарханы жобасында сіздермен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Бүгінгі шығарылымымыз отбасы күніне арналады. Ал бүгінгі қонағымыз Қарағанды облысы Қазақстан Халқы Ассамблеясы жанындағы аналар кеңесінің төрағасы Айжан Казимирқызы. Қош келдіңіз, Айжан Казимирқызы. Көңіл күйіңіз қалай? Айдана, қайырлы күн. Көңіл күйім жақсы. Ауа райға қарамастан бүгінгі көңіл күйіміз біздің хабарымызда жақсы өтеді деп үміттемін. Бүгін не дайындаймыз? Бүгін не алып келдіңіз бізге? Бүгін мен енді ең бастысы қазақ тағамдарының арасында беш бармақ болған соң, ол біздің эфирде болған екен. Сондықтан бүгін мен біздің отбасымызда жиі дайындалады. Қысы, жазы балаларым өте жақсы көретін кеспе көже дайындаймыз. Екіншіден, енді бізді қазір жазы келе жатыр. Жаз келе жатқан соң салқын көжелердің бірі, оны біз қазақтар көбінесе ашыған көже деп атайды. Сол ашыған көжені дайындаймын деп үміттеніп келіп отырмын осы жерге. Не қосамыз бізге? Енді қазіргі кезде біз енді қазақ тағамдарының арасында біз көшпенді ел болғандықтан ең қарапайым тағамдарды қосқан дұрыс. Осы жерде біз қазір осы су бар, мына жерде ет бар. Және де біз нан илейміз. Нан илеген соң қамырдан кеспе кесеміз. Және де әбден тағам дайындалғаннан соң етті қосып, менің әжем мысалы кеспе көжені құртпен және сары маймен жейтінді. Балалар енді қазіргі кезеңде құрт, сары майды қоса қоймайды, бәрінде диета, дұрыс тамақтанамыз деген үмітте болғандықтан осы жерде біз көк шөпті алып келіп, оны да дайындаймыз, екі түрлі береміз. Және де ашыған көженің көбінесе оның дайындау тәсілінде алдын ала өтетін жұмысты мен үйде жасадым да, осы жерде тек қана біз айранды қосып, және де дайындау, оны қандай құрамын түсіндіріп, осы жерде бәріміз тамашалаймыз, көреміз деп ойлаймын. Керемет. Олай болса бастайық. Ең бастысымен бұл жерде біз осы суымызды қоямыз. Және де мына жерде ет жуылған. Көбінесе біз ақ уызы мол тағамды дайындағанымыз жөн көреміз. Өйткені ол адамның табиғатына, денсаулығына өте пайдалы. Осы жерде мен омыртқа етін алып отырмын. Өйткені омыртқаның сорпалығы жақсы болады. Екіншіден еті піскен кезде жұмсақ болады. Негізі сорпа пісірген кезде сорпаны қатты қайнатып керек емес. Өйткені ол жерде менің әжем айтатынды, дабыр-дабыр кастрюльдің қайнап жатса, еттің де сорпаның да мәні болмайды деп. Сондықтан бір қайнаған соң жай ғана отқа қойып, көбігін алып, сорпамыз таза болу керек. Негізі мен үйде жасалғанда бір ашылған жуа салып жіберем. Жуа бүкіл көбікті бір жерге жинап, және де ол көбік бүкіл сорпаның бетіне тарамай, мөлдір болып шығады. Сондықтан да осы жерде де оны қолдануға болады. Кеспе көже мен ашыған көженің ерекшелігі неде? Ерекшелігі енді бұл жерде менің ойымша құрамдары, әзірлеу тәсілі өте қарапайым. Бізде енді жаңағы айтып кеттім, ол көшпенді болғандықтан уақыт көп болған жоқ. Екіншіден, енді біз көбінесе бір егін салып, немесе бір огород отырғызған халық болған жоқпыз ғой. Сондықтан қандай болса да біздің тағамдарымыз өте құнды болған. Және де осы біздің әсіресе Арқа елінің өсіп жатқан бидайы керемет балбонитет дейді, жердің құндылығы. Балбонитет биік болғандықтан біздің өсіп жатқан осы жерде өніміміз, бидайымыз өте құнды. Ол Италияға да кететін, экспортқа шығатын өнім болып саналады. Сондықтан біздің өзіміздің қарапайым ұнмен, үйдің жұмыртқасымен, нан илеп, және де су, тұз, ең қарапайым, табиғи, таза өнімдер. Әр үйден табылатын. Екіншіден, балалар өте жақсы көреді. Балалар макарон дейді, ұннан жасалған тағамдарды жақсы көреді. Екіншіден, қолмен кескен кеспе деген, қазіргі кезде енді оны жасай қоймайды. Бірақ менің анам тек қана кеспені қолмен кескен. Сондықтан да мен ол өзі маған берілген анамнан тараған қасиет, осындай бір өнеге ретінде мен оны сақтадым. Өйткені
кеспе кесуді жақсы көремін. Оны алдын ала, егер де әрбір жерден қамыр қалып жатса, мен кеспені алдын ала кесіп, кептіріп, болашақ тағамдарға әзірлеп қоямын. Енді қазір біз етіміз піскенше, онымен жұмыртқамен, жаңағы салқын сумен, тұзбен нанымызды илейік. Біздің негізі отбасымызда анамыз нан, қамыр илеген кезде өте үлкен мән беретінді. Өйткені жақсы сөз айтсаң, таза су пайдалан, онды міндетті түрде илеп жасау керек деп. Сонда ол нан көтеріледі, берекелі болады деп айтатынды. Ал енді біз ашыған көже деген тағамға көшеміз. Негізі ашыған көжені менің әжем дайындағантынды. Бұл ашыған көженің екі құндылығы бар. Ер адамдар қалай күндіз кешке жақын тамақ ішсе де, жатарда тоңазытқышты асып, қайтадан тамақ іздей бастайды. Оны бәріміз білеміз. Әйел зат деген, оны күнде-күнде бақылаймыз. Сондықтан да кешке жақын ұлтабарға, асқазанға ауыр болмас үшін біздің енді өзіміздің ұлтымызда, елімізде осындай тағамдарды әзірлеген сияқты. Сондықтан да кешке жақын мен осы жерде бұл ашыған көжені жасаусын өзінің басты тәсілдері бар. Енді заманауи кез болған соң, оның жеңілде түрлері болып жатыр қазіргі кезде. Мысалы, бұны жасау үшін сиырдың сүтін аламыз, оны пісіреміз. Және жылы түрде, мына жерде мен мысалы арпа жармасын қосамын. Жазғы кезде бұл салқын көже. Мысалы, терлеп, қатты су ішкің келгенде, мысалы, ешқандай да лимонад, тәтті сусындарға, газды сусындарға жүгірмей, өзіміздің қазақи өзіміз салт дәстүрі бойынша пісіп тұрады. Бізде басында балаларым шыны керек менсінбейтінді. Көбінесе мен, жолдасым ішіп жүрдік. Қазіргі кезде олар да үйренді. Сондықтан енді жаңағының дайындау рәсіміне қайтып келетін болсақ, сүтті пісіреміз. Одан кейін ашытқы деген бар. Ашытқыны қосып, осыны ашытамыз. Ашыту не үшін керек? Өйткені әрбір тағамның ішінде лактобактерия, бифидобактерия деп, біз оны бифидум деп, бактерин деп айтып жатамыз, аптекадан үлкен ақша алып жатамыз. Ашыны керек, бұл өзі біз үшін сол лактобактерияның кәдімгідей бұлағы болып саналады. Мен арпа жармасын осыған қосамыз. Мынау ашытылып тұрған, ашыған қоспа, осыған енді біз қазір айранымызды қосамыз. Орыс тағамның мәдениетінде, мысалы, свекольник деген жазда, окрошка деген көжелер бар. Енді соған қарай біздің қазақ елімізде де осындай тағам бар. Бұл өте пайдалы. Жазғы кезде менің ойымша өте керек. Қыста енді тоңып қалармыз, бірақ қыста да ішуге болады айранның орнына кешке жақын. Ең бастысы табиғи заттармен сүт, өзіміздің сүт өнімдері қолда бар. Ең біздің қол жетімді. Бұл жерде тек қана қол жетімді нәрселер бар. Сиыр сүті, айран және бір жаңағы жарма. Мысалы, күріш болсын, тары болсын, арпа жармасы болсын. Аналар кеңесінің өзіңізден төрағасысыз. Аналар кеңесі туралы айтар. Маған аналар кеңесінің ұйымы не себептен ұнайды? Бұл жерде біз өзіміздің табиғи рөлімізден аса ұзамаймыз. Қазіргі кезде әрбір ана осылай өз үйінде өзінің міндетін атқарғанмен бірге осы біздің қоғамда өтіп жатқан өзгерістер болсын, реформалар болсын, біздің қоғамды алаңдатып жатқан үлкен сұрақтар болса, біз оған қосылып, өзіміздің үлесімізді қосамыз. Әрбіріміздің балаларымыз бар.
үйімізде үлкен қарияларымыз бар. Солардың тәжірибесі, солармен бірге сөйлесіп, бөлісіп, әр жерде, мысалы мен таяуда Павлодар облысына барып келдім. Ол жерде мысалы үлкен әжелер, әскери бөлімшелерге барып, бұл жерде бізде ондай жұмысты атқарамыз. Бірақ дегенмен сол жерде әр түрлі этностың өкілдері, қандай этнос болса да, олар әжелер. Солдаттарға бірге барып сөйлесіп дегендей. Біз осы жерде мұны жұмсақ күш деп айтады ғой. Әйел адамның жұмсақ күші. Біз өзіміз әр түрлі қоғамда болып жатқан нәрселерге үлесімізді қосып, осы жұмсақ күшімізді пайдаланып, өзгерістерге жаңа бағыт беріп жатамыз. Бұл өте керек нәрсе. Өйткені аналар кеңесі көбінесе бізде мәдениетті ана, мәдениетті ұлт жобасы бар. Салауатты сана, осы бізде 5 кесел, соған қарсы күреске қатысқанда қайырымдылық шаралар болсын. Осы жерде аналар кеңесінің маңызы да рөлі өте зор деп айтуға болады. Өзіңіздің ана ретінде үш қыз баланы мәпелеп, аялап өсіріп отырған ана ретінде не айта аласыз? Қыз баланың анасы болу қандай? Бір нәзіктік, ерекшелік. Қыз бала өсе келе ананың ең бірінші досы болады. Қазіргі кезде осы таяуда мен сіздер байқаған шығарсыздар, Инстаграмға жиі шықпасам, сторис жасамайын, бірақ таяу арада менің кіші қызым, ол 8 жаста мектепке барады. Үйде бір өзінің бөлмесінің есігіне бір қағаз жабыстырып қойыпты. Мен ол қағазды көрген сайын айтам, бұл не қағаз деп, қазір келсінші, ананы жұлдырып тастаймын деп жүретінді. Ал енді өзім іс сапардан келіп, баламды мектепке жіберіп, үйде ер адамдар, олар да сапарға кетіп қалғандықтан, жаңа қағазды оқишы деп бара қалсам, ол жерде жазылып тұр, саған гүл шоғын қашан сыйлады? Егер де саған қазір сондай талпыныс, ұсынысың болса, осы жерден ала ғой деп. Жаңағы енді көшеде жарнама болады ғой, үй сатылады, мысалы сол жалға беріледі дегенде астында біз қағазды жұлып аламыз ғой. Ана жерде сондай қағаздарда бір гүлден сурет салып қойыпты. Егер де көңіл күйің жоқ болса, бүгін сен бір гүлді осылай жұлып алып, мен саған гүл сыйлаймын деген сөз. Сондықтан мен өзім ойлайтыным, баламен мен авторитетпін, сен кішкентайсың деп сөйлеуге болмайды. Бір мектепке жүгірдім кешке жақын. Көрісімен көңілім босап, ол баламды көргеннен кейін ең бастысы тез барып жүгіріп, бетінен сүйдім, мама, не болды деп маған, мен күні рахмет, осылай маған гүл сыйлағаныңа, жай ғана кішкентай жүрегіммен ойланып жүргеніңе. Ниеті ғой. Менде енді 3 қыз маған оңай келген емес. Әр бір балам маған 10 жылда бір рет Алла тағала берген. Үлкен қызым тұрмыста, ол шетелде тұрады. Ортаншы қызым, ол менің ерекше мақтанышым деп айтуға болады. Ол қазір университеттің 1-ші курсын бітіріп жатыр. Қасыма келіп, енем ауырған кезде маған көмектесіп, жәрдем жасап жүрген менің үлкен сондай бір көмекшім деп айтуға болады. Кіші қызым жүрегім сияқты. Сондықтан балалармен әр баланың өзінің орны бар. Өзінің, мен айтам, менің үлкен қызым, ол менің жүрегім. Менің ортаншы қызым, ол сана сезімнің бөлімінің басшысы. Өйткені сезім, сана сезім өте биік, жоғары, жауапкершілігі жоғары. Ал енді кішкентай қызым, ол менің ерке, кенже болған соң, ол бізге өзімізге, бәрімізге жылылық, аса керемет жылы әсер сыйлаған бала болғандықтан бәріміз жақсы көріп, еркелеп, сөйтіп жүреміз. Сондықтан қарым-қатынас солай, қысқаша бөлгенде. Олар бірақ мені үйретіп қояды енді өмірде. Ол жерде авторитет жүрмейді. Қандай болса да мен демократиялық қағидаттарды өз отбасымда жақсы орын берем. Сондықтан олар мен арасында үйретіп те қояды. Оған мен ашықпын. Ол жерде менің ойымша құрбы ретінде де сөйлесеміз, ана ретінде сөйлесеміз, үлкен адам ретінде сөйлесеміз. Өйткені баланың өмірінде әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Ол ертең үйден, отбасынан безіп, басқа жерден кеңес сұрағанша, мен оның досым болуым керек. Оның ең басты жүгіретін досы мен. Қандай қиыншылық болса да, қандай олар қателік жасаса да, мен оларды тастамаймын. Мен оларға өзімнің есігімді ашып, күтіп отырамын, олар оны білу керек, жүрегімен сезіну керек. Сондықтан
ең басты біздің қарым-қатынасымыз осы қағидаттарда құралған деп айтуға болады. Достық үйінің қоғамдағы рөлі туралы не айтар едіңіз? Біздің қоғамда әртүрлі этностар бар. Әртүрлі этностар бір-бірімен әрине қарапайым өмірде қарым-қатынастары зор. Ол үшін былай қарап тұрсаңыз, достық үй не үшін керек деп айтамыз да. Ал егер де мен осыдан бірнеше жыл бұрын достық үйіне келмесем, мен көп нәрседен құр қалушы едім. Ал осы жерде қаншама этнос өкілдерімен танысып, олардың бір-бірімен бөліскен салт дәстүрлері, мәдениеттері, қарым-қатынастары біздің достық үйде қандай керемет. Менің осы әріптестерім қаншама адамдармен таныстым. Ал Кеспек көжеміздің дәмін көрейік. Менде қазақи дәм, нағыз құртпен, Қолдасып сізге қарап тұрмын. сары маймен, Қандай баға қазір береді екенсіз? шындығын айтам. Бисмилля. Нағыз қазақи дәм, шынымен дәмді. Ал сары май қосқанды қалай бағалайсыз? Сары майдың қатты дәмі білінбейді, бірақ нағыз қазақи дәмі бар. Иә, сізде қалай? Маған да өте ұнады. Менікі көп шөкпен. Отбасы күні ғой енді. Отбасы күнде жас отбасыларға өзіңіздің аналық кеңесіңізді айтып өтсеңіз. Ең бастысы, осы тақырыптан алыс озамайтын болсақ, ең басты жас отбасыларыма айтатыным, қандай да бізде мүмкіншілік болса да, қай жерде де бізде фастфуд болсын, кейтеринг болсын, үйге жасайтын тапсырыс бойынша жеткен тамақтан бұрын ер адамның жүрегіне ең қысқа жол асқазан. Асқазан арқылы жеткен жол. Сондықтан да өзіміздің салт дәстүрімізді ұмытпай, дәмді тағамдарды дайындап, балаларымыз таңертең оянғанда анасының ас үйіндегі дайындаған, әзірлеген тамақтарының иісінен өзінің күнін жақсылап бастау үшін осындай ең басты кішкентай құпияларымызды біле тұра, екіншіден бір-бірімізге жас отбасын бастағандықтан бір-бірлеріңізді сыйлау білу керек. Махаббат деген ол әр қарай өзгере береді. Махаббат ерлі зайыптылар өзінің отбасын құрған кезде олар бір-бірін жақсы көріп, сүйіп бір махаббат. Кейін бала туған кезде, қиыншылықтар пайда болған кезде, ең басты жаңағы ипотека сұрақтары пайда болады. Тағы да бір керемет жұмыс болмай қалады. Отбасының жалақысы жетіспей қалған кезде ол жерде шыдамдылық пайда болады. Ол махаббат. Ол бірақ махаббаттың басқа түрі. Кішігірі балаларымыз өсіп, үйленіп, немере күте бастаған кезде махаббаттың келесі кезеңі болады. Сондықтан да осының бәрін біле тұра, мен ең бірінші баламды туған кезде маған енем айтатынды: уайымдама, өзі бір 3 айға дейін жетсе болды, қарай жеңіл болады. 3 айға жетті, ешқандай жеңілдік болмай жатыр. Оның айтады, ең бастысы бала отыру керек. 6 айға отырған кезде сосын точно жеңілді болады. Ол 6 айға отырды, әр қарай жорғалап, бүкіл мусорды жей бастаған, қоқысты жей бастаған соң, мен қашан жеңілдік болады, жүгірген кезде далада ұстай алмай қалдық. Одан кейін мектепке бардық. Сол сияқты әр кезеңнің өзінің тәтті уақыттары болады, соны сезініп, қандай болса да алдыда тек қана жақсылық. Бір отбасында жаман сөз кіріп кетсе, ер мен әйел адамның арасында ол қалыптасып кетеді. Сондықтан да ең бастысы жаман сөз бір-бірімізге сөйлеген кезде құрметімізді жоғалтпауымыз керек. Ең бастысы мен үшін сол. Және де бүгінгі тақырыптан ұзамай тұрғанда бір жақсы тамақ әзірлеп, осы арқылы дастарханды жинап, бәріміздің басымызды қосып, туыстардың, балалардың арасында осындай дәстүрлерді жалғасу жолдарын іздеуіміз керек. Айжан Казимировна, бізге бүгін келгеніңізге көптен көп алғысымызды білдіреміз. Бізге міне нағыз қазақи дәмнің қандай болатынын сезіндіргеніңіз үшін, міне ашқан көже, кеспе көже, ыстық тағам, суық тағам, осындай уақыт тапшы кезеңде бізге келгеніңізге рахмет айтамыз. Сіздермен болған Қарағанды облысы достық үйінің достық дастарханы жобасы. Бізбен бірге болыңыздар. YouTube арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.